Шавкат Рахмонов UFC 296 турнирінде жеңіске жетіп, барлық жекпе-жектерінде уақытынан бұрын жеңіске жету бойынша бүкіл ММА тарихындағы алғашқы адам атанды. Бұның арқасында Шавкат UFC сапында 6-0 рекордына жетіп, жартылай орта салмақтағы рейтингінде 3-ші орынды алып отыр. Солай Шавкат Рахмонов UFC-дің жартылай орта салмақтағы чемпиондыққа басты үміткерлердің бірі атанды. Бұған қарамастан осы дивизионда 9 жеңіс сериясына келе жатқан Билал Мұхаммед бар. Сол үшін басты үміткер ретінде осы жауынгер қарастырылып жатыр. Ассалаумағалейкум жекпе-жек сүйер қауым, бірге азамат жайында бүгін біз Шавкат Рахмоновтың болашағы жайлы сөз қозғайтын боламыз. Болашақ қарсыласы, чемпиондық жекпе-жек және де Ислам Махачевпен қарсыластық. Ал осы видео басталмас бұрын міндетті түрде лайк басып арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар, келесіде қай жауынгер туралы немесе қандай тақырыпқа видео шығарайық комментарийге жазып кетсеңіздер болады. Және де UFC-ді тегін тікелей эфирде қарау үшін біздің азамат ТВ телеграм арнамызға қосылыңыздар. Тек сол жерде сіз әлемдік және де жергілікті ММА мен бокс туралы ақпараттарды көре аласыздар. Сіздерді сонда күтетін боламыз. Ал біз бастаймыз. Дәл қазір Шавкат Қазақстанға қайта оралып, аяғын алған ауыр жарақатын емдеуге кірісіп жатыр. Бұл дегеніміз шамамен толықтай өзіне келу үшін жарты жылдай уақыт кетеді. Сол үшін Шавкат 2024 жылдың жазына дейін жекпе-жек өткізбейтіні түсінікті. Сондықтан келесі жекпе-жек жайында айту қиын. Алайда Шавкаттың қайта оралуына орай чемпион Леон Эдвардс Билал Мұхаммедпен өзара жекпе-жек өткізетін шығар. Біздің ойымызша, бұл жекпе-жекте Леон Эдвардс қиналмай жеңіске жетіп, чемпиондық белбеуін қорғап қалады. Осыдан соң шамамен 2024 жылдың соңында немесе де қазан айындағы Абу-Даби қаласында Шавкат Рахмонов пен Леон Эдвардс чемпиондық жекпе-жек өткізулері мүмкін. Себебі Шавкат көбісінің ойынша чемпиондыққа үміткер және де Леонға қарсы тұра алатын жалғыз жауынгер. Өзінің жекпе-жектерінің арқасында Билал Мұхаммедтен жоғары тұруы тиіс. Тіпті бұл туралы Леон Эдвардстың өзі айтып отыр. Сөзсіз, бұл Шавкат үшін де біздер үшін де керемет жаңалық. Керек емес жекпе-жек өткізіп, бекерден бекер күшін кетірмей, керемет күйде чемпиондық үшін төбелеседі. Біздің ойымша, бұл жекпе-жек болса, Шавкат сөзсіз жеңіске жете алады. Шавкаттың күресі деп айтпас бұрын, оның қандай жауынгер екеніне көңіл аударыңыздар. Ол борец емес, ол таза грэплер. Бұл дегеніміз, таза күресетін Ислам мен Хамзатқа қарағанда партерде керемет жұмыс жасап, қиналмай қылғындыру немесе де сабмишндерге шыға алады. Бұл жерде сұрақ, қоймастан тейкдаун жасап бекер күш кетірген жақсы ма, әлде қарсыласты кез келген жерден қылғындырып жеңіске жеткен бе? Менің ойымша, бұл сұрақтың жауабы белгілі. Ал соққы алмасуда Шавкат Леонмен бір деңгейде. Бәлкім кейбір сәттерде Леон өзін жақсы көрсеткенімен, Шавкат қиналмай арақашықтан соққылар тастап басым түсетініне сенемін. Бұдан басқа Ислам Махачев жартылай орта салмаққа көтеріп Леон Эдвардспен жекпе-жек өткізгісі келіп тұр. Чейл Сонның айтуы бойынша ең керемет сценарий Исламды Леонға қарсы қойып, Ислам жеңіске жеткен кезде міндетті түрде Шавкатқа қарсы жекпе-жек өткізуі. Бұл өте сапалы және жоғары деңгейлі жекпе-жек болады. Біздің ойымша, бұл жекпе-жекте де Шавкат Рахмонов жеңіске жете алады. Себебі Ислам Махачев физика жағынан Шавкатқа жете алмайды. Соның кесірінен оған қарсы өзінің күресін қоя алмай қиналып кетеді. Бұдан басқа, Исламның соққылары Муай-тай тәсіліне бейімделген. Ал Шавкат өзінің боксын Қазақстан бокс ұлттық құрамымен дайындайды. Демек Шавкат үшін соққы алмасуда қиындық болмайды. Және де Шавкат арақашықтан джебпен аяқпен соққы жасап физика жағынан әлсіз және де антропометриясы кішкентай Исламды нокаутқа түсіруі әбден мүмкін. Ал егер Ислам Шавкатты тордың қасында ұстап күресуге тырысса, батырымыздың қарымта шабуылда қалай жұмыс жасайтынын еске алып, қиналмай қылғындыру әдісіне шығатынына ұмытпаған жөн. Сондықтан сөзсіз Шавкат Рахмонов Ислам Махачевті қиналмай жеңіп кете алады. Ал егер осы жекпе-жек болмаса, жалғыз қарсылас болатын жауынгер Камару Усман, Билал Мұхаммед Шавкатпен жекпе-жек өткізбейді. Қанша сөйлеп, сонша қашқанына қарағанда Шавкаттан қорқады. Өкіріп тұрып жылап, нокаутқа түсетінін біледі. Сондықтан Билал барынша қашып, чемпионмен жекпе-жекті күтеді. Сондықтан жалғыз қарсылас Камару Усман. Жартылай орта салмақтың бұрынғы доминантты чемпионы қайтадан Леон Эдвардспен жекпе-жек өткізгісі келеді. Сол үшін чемпиондық үшін жекпе-жекті әкеле алатын бір ғана адам Шавкат Рахмонов. Көбісінің аузында хайыпқа толы аңыз секілді жауынгер. Осы жекпе-жек барлығына да қызық болады деген ойдамыз. Шавкат та, Усман да осы жекпе-жекте жеңіске жетсе, чемпиондыққа басты үміткер болады. Осы жекпе-жек болса, бізде біраз сұрақтар бар. Камару Усманның қазіргі күйі қандай? Көбісі білмесе, Усманның тізелерінде ауыр жарақат бар, және де оны әлі күнге дейін емдете алмай қиналып келеді. Бұны Леон Эдвардспен болған 3-ші жекпе-жекте және де Хамзат Чимаевқа қарсы болған жекпе-жекте байқауымызға болады. Себебі бірде-бір рет тейкдаун жасамай, аяқта төбелесіп соққы алмасуды жөн көрді. Екі жекпе
жекпе-жекте де соққы алмасуда керемет болғанымен өкінішке орай жеңіліп қалды. Алайда әлі күнге дейін Чимаевқа қарсы жекпе-жегі бойынша біраз сұрақтар бар. Ал Шавкатқа оралсақ, егер де батырымыз ешқандай жарақатсыз шықса, Усманға мықты қарсылас бола алады. Екі жауынгер де американдық Kill Cliff залында жаттығып, Генри Хуфтың қол астында дайындалады. Сондықтан бұл жерде тактика мен геймплан өте көп рөл ойнайды. Дегенмен біздің ойымызша 70%-бен Шавкат Рахмонов жеңіске жетеді. Ал осымен біздің видео соңына дейін жетті. Қалай ойлайсыздар, Шавкат Рахмоновтың келесі қарсыласы кім болады? Чемпиондық жекпе-жекке дайын ба? Әлде тағы да бір рет төбелесіп, міндетті үміткер атану керек па? Өз ойларыңызды комментарийге жазып кетсеңіздер болады. Міндетті түрде лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де біздің Азамат ТВ телеграм арнамызға тіркеліңіздер. Сіздермен бірге болған Азамат, сау саламатта көріскенше сау болыңыздар.